көптеген түркістандықтар үшін жағымды жаңалық халықаралық түркітілдес елдердің кітап көрмесі жәрмеңкесі өз бастауын алды. Жәрмеңке 3 күнге созылады. Әрі бұнда кітап оқимын деген оқырмандарға арнап еуразиялық мәдени қоры кітапты арнайы тегінде таратып жатыр. Көрмесін ұйымдастыратын Холланд баспа корпорациясы негізгі ұйымдастырушы және Түркістан облыстық әкімдігі, сонымен қатар халықаралық түрксой ұйымы. Бұл жерде біз енді түркітілдес елдердің халықаралық кітап жәрмеңкесі деп атағаннан кейін бұл жерде келіп жатқан баспалар Түркияның бірнеше баспасы, Әзербайжан елінен бауырлас, өзіміздің іргедегі Қырғыз елінен, Өзбекстаннан бір қанша баспа. Сонымен қатар сонау қиырдан Якут Саха елінің баспа өкілдері келді, өнімдерін әкелді. Монғолияның астанасынан өздерінің баспа өнімдерін әкелді. Бұл жерден жалпы түркі тамыры бірге елдердің баспалары негізінен бас қосып жатыр. Әзірге жоспарланғаны биыл тұңғыш болғаннан кейін 3 күнге, негізінен біз Астана қаласында 5 күн өткізетінбіз. Сондықтан болашақта бұл көрме дәстүрге айналатын болса, онда созуға халықтың қызығушылығы туындап жатса, онда әрі қарай әрекет жасауға болады. Әрине кітап көрме жәрмеңкесі ол бір жайып алып тастайтын көрме емес, ол руханиятқа керек, ұрпаққа керек дүние. Сондықтан әрекет жасауымыз керек, дәстүрге айналдырсақ құп болар еді. Күнде бізде кітап көрмесі болып жатыр Түркістан қаласында. Біздің кітап көрмесі біздің Еуразиялық мәдени кітап қорынан келіп жатырмыз. Бұл жерде мәдени кітаптар барлығын осы кітап көрмесіне келген жастарға тегін таратып жатырмыз, сыйлық ретінде. Бүгін келген қонақтарға, басқа да қалалардан, мысалы Түркиядан келіп жатыр, Ташкент қаласынан келіп жатыр, Саха елінен келіп жатыр, Россиядан, Қырғызстаннан, яғни 5-6 мемлекеттен келіп жатыр. Соларға мысалы жастарға, мектеп оқушыларына, шеттен келгендерге кітап таратып жатырмыз. Қазақша кітабымыз бар.